Еркек ұзақ уақытта жыныс қатынасқа түспесе не болады? Мен Ернұр Айнаев, 15 жылдық тәжірибесі бар уролог, андролог, PhD дәрігермін. Парақшамда ерлер денсаулығы жайында тіркеліп кетіңіздер. Егер сіз үйленбеген болсаңыз, немесе үйленіп ажырасқан болсаңыз, жыныстық қатынасқа ұзақ уақыт түспей жүрмін, менде қандай проблема болады деп уайымдаған болсаңыз, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Мен әлі үйленген жоқпын, жыныстық қатынасқа түспей жүрмін, ол зиян ба деген сияқты сұрақтарды өте көп қойып жатады. Сол сұрақтарға жауап беріп кетейін. Егер жас жігіт әлі үйленбеген болса, жыныстық қатынасқа тұрақты түспей жүрген болса, ол жас жігіттерге ешқандай проблема болмайды. Бастысы, ол инфекция жұқтырып алмаса, иммунитеті жақсы болып тұрса, ол жігіттерде қуғасты безінде секрет бір рет жиналады да, сол күйі ол тұрады. Ағза көріп тұр, ол жыныстық қатынасқа түсіп жатқан жоқ, әлі ұрықты постоянно шығарып жатқан жоқ, еркекке ешқандай да особо проблема болмайды. Себебі ол жігіттер еще жас, иммунитеттері көбінесе ол жақсы болады. Егер ол жігіт тура осы жағдайда, мен жаспын ғой, мен ұзақ уақыт воздержание болса, жыныстық қатынасқа түспейтін болса, менде простатит болып қалады ғой деп, кездейсоқ қатынастарға түсіп, өзіне инфекция жұқтырып, өз-өздеріне үлкен проблема создавать етуі мүмкін. Себебі кездейсоқ қатынасқа түскен кезде қуғасты безінің ішіндегі секрет біресе шығады, біресе шықпайды. Ол бір рет түседі, бір ай түспеуі мүмкін, бір рет түсіп 2 ай, 3 айға дейін түспеуі мүмкін. Сол кезде ағза оған қайта-қайта біресе секретті шығарады, біресе шығармай қалады. Қайта-қайта сондай процесс болған кезде ағза оны түсінбейді. Ағзаға егер біз жыныстық қатынасқа түсіп бастадық па, значит тұрақты түсіп бастау керек. Жыныстық қатынасқа түспедік па, яғни вообще түспеу керек мүлдем. Сол кезде бізде артық жиналып қалған секреттер, ол біздің түсімізде, оны түнгі полюция дейді, түсімізде шығып кететін болады. Сол үшін біздің секрет жиналып қалды, менде воздержание болып қалды, мен ертең простатит болып қаламын деген ойдан арылу керек. Ешқандай жастарда онда ешқандай простатит болмайды. Егер сіз кездейсоқ қатынас арқылы инфекция жұқтырсаңыз, вот сол кезде сізде простатит болу қаупі өте жоғары, и ол намного жоғары. Сіз простатитпен қоса еще өзіңіз жаңағы инфекция ұрық шығатын каналдарыңызды бітеп қалып, ол обструктивті азоспермияға да алып келуі мүмкін. Сіз тепсе темір үзетін жаспын мен әлі, менің денсаулығым бәрі жақсы, мен ертең үйленем, 4-5 бала туғызам деп ойлап жүрген кезіңізде, үйленіп қатынасқа түсіп, бала көтерте алмай, анализді тапсырып, азоспермия тапқан кезде, ол сол сізге үлкен сюрприз болады. Қазіргі кезде неге жастарымызда осындай азоспермия мен ұрық шығатын каналды мүлдем бітеліп қалып, простатасында тас түзіліп, киста түзіліп келіп жатқан жастарымыз неге көбейіп кетті? Себебі осындай воздержание бізге зиян ғой деп, өкінішке орай, даже кейбір урологтардың өзі, сен әлі үйленген жоқсың, воздержание ол простатитке алып келеді, кездейсоқ қатынастарға түсіп тұр деген кеңесін де мен естіп жатырмын, өкінішке орай. Біріншіден, ол сіздер күнәға, зинаға итермелеп жатсыздар. Екіншіден, ол жігіттер инфекция жұқтырып алып, өз-өздеріне үлкен проблема создавать етіп жатыр. Неге біздің жастарымыз үйленер алдында инфекцияға анализ тапсырмай жатыр? Себебі ол инфекция ешқандай симптомсыз, ешқандай белгісіз жүреді. Ешқандай белгі болмағаннан кейін менің денім сау, менде бәрі жақсы деп ойлайды. Бірақ ол мүшеқаппен түскен үшін, мүшеқап 100% инфекциядан сақтай алмайды. Аз мөлшерде инфекция түседі. Аз мөлшерде инфекция түскеннен кейін оның выделение, ірін ағызып, аштып, қыштып, бір проблема тудыруға шамасы жетпейді. Сол үшін ол инфекция жатып алады да, аз мөлшерде болғандықтан ол размножаться ете бастайды. Ол ұзақ уақыт бойы размножаться етеді да, сосын ұрық шығатын каналды простатаның ішінде проблемаларға алып келеді. Сол үшін кім мен воздержаниядан, мен простатиттан қорғанам деп сондай кездейсоқ қатынастар жасап жүрген болса, сол кісілердің, сол жігіттердің құлақтарына алтын сырға. Олай жасамаңыздар, сіз өз-өздеріңізге үлкен проблема создавать етесіздер. Біріншіден күнә, екіншіден ұрық шығатын канал бітеліп қалуы мүмкін, простатитке алып келіп, простатаның ішінде тас түзілуі мүмкін, киста түзілуі мүмкін. Ертең сол инфекцияны әйеліңізге беріп, әйеліңізде проблема создавать етесіз. Сол үшін воздержанияның ешқандай зияны жоқ, просто ерте үйленуге тырысу керек. Мен үнемі айтам, тестостерон гормоны ол өзінің жұмысын жасайды. Тестостерон гормонының қызметі ол қарама-қарсы полға, яғни әйелге деген қызығушылықты арттыру. Әйелге деген либидо, желаниені арттыру. Половозрелый возрасттағы еркекте
тестостерон гормоны бәрі жақсы болса, ол еркек просто так шыдап жүре алмайды. Ол не мастурбация жасайды, ол не қыздарға барады, инфекция жұқтырады. Өз-өздеріне сондай проблема жасайды. Сол үшін ата-аналарға айтатынымыз, жас кезінде балаларыңызды ертерек үйлендіруге тырысыңыз. Ертерек балаларыңызға қазірден айтып жүріңіз. Сен 18 жасында, сен 20 жасында үйленесің деп. Неден қорқасыздар? Кейбір ата-аналар айтады да, жас қой әлі, ол ертең отбасылы болып кете ма дейді. А зато сол бала ертең қыздарға барып, инфекция жұқтырып, неше түрлі өз-өздеріне проблемалар создавать етіп жатқан сіздерге керек па? Зачем ондай нәрсені? Қазір зато сіз қазірден дайындасаңыз, кішкентай кезінен бастап дайындасаңыз, ертең сен 20 жасқа толған кезде үйленесің деп дайындайтын болсаңыз, өзің отбасыңды өзің бағу керексің. Сол үшін қазірден оқу керек, дайындалу керек. Не істеймін, қалай оны бағам деген сияқты үнемі сөйлесіп жүрсеңіз, қазірден соған бала бейімделіп, дағдыланып, дайындалатын болады. Егер сіз ештеңке айтпаған болсаңыз, балаңыз 30 жасқа келген кезде де ол үйленуге дайын болмайды ол бала. Сол үшін мынау воздержание ол еркектің денсаулығына зиян деп ойлауды қою керек. Әрине, воздержание болмай тұрақты жыныс қатынасқа түсіп отса, ол нұр үстіне нұр. Бірақ өкінішке орай біздің жастарымыз қазір ерте жаста үйленбей жатыр ғой. 30 жасқа, 35 жасқа келген кезде үйленіп жатыр да. Ол 30-35 жасқа келіп үйленбей, тұрақты жыныс қатынасқа түспей жүрген жігіттерге әрине ол гормондарында кері әсерін береді. Мысалы қараңыз, 25 жасқа дейін бізде тестостерон гормоны активный болып тұрады. Ол қарама қарсы полға деген қызығушылықты арттырады. Себебі 25 жасқа дейін ол үйлену керек. 25 жастан аса бастаған кезде уже қызығушылық төмендей бастайды. Не үшін? Нормада бұл негізі. Себебі егер еркек жыныс қатынасқа түспесе, организм оның тестостеронын кішкене азайта бастайды. Ағза бәрін біледі бізде. Мысалға қараңыз, тамақ сіз жеген жоқсыз, әлі алдыңызға тамақ әкеп қойды. Сізде уже сөл бөліне бастайды. Көрдіңіз, ми арқылы, ой арқылы, көз арқылы сізде қаншама процесс жүреді организмде. Сол сияқты, сізде егер қазір жыныс қатынасқа түсем деп уже бір қызды ойласаңыз, уже сізде простата процесстер жүре бастайды уже. Егер сіз жыныс қатынасқа түспесеңіз, тура солай обратный процесс болады. Простатадағы жаңағы гормондар кішкене тежеле бастайды. Мына жігітке кішкене азайту керек деген сияқты. Мен сіздерге түсінікті болсын деп айтып жатырмын да. Ағза солай ойлай бастайды. Мына жігітке гормонды, тестостеронды азайту керек. Себебі бұл қазір үйленіп жатқан жоқ. Бұған егер біз қазір 25 жастағыдай каждый қызға қараған сайын мүшесін тұрғыза беретін болсақ, бұл жігіттің өзіне зиян болады. Өйткені каждый сіздің алдыңызға келіп тамақты әкеп қоя берсе, сіздің сөліңіз бөліне берсе, асқазанда сөл бөліне берсе, ол ертең постоянно солай жасалына берсе, ол сізге зиян тиеді. Ол тамақты жемей солай қоздыра беретін болсаңыз, тура сол сияқты мүше де тура солай. Егер сіздің мүшеңіз үнемі қыздарды көріп, үнемі тұрып, бірақ жыныс қатынасқа түспей, ішіндегі ұрықтар босамайтын болса, ол сізге ертең простатаңыз, қуық асты безіне зиянын алып келеді. Сол үшін ерте үйлену керек, немесе мүлдем оны ойламау керек та. Егер мүлдем ойламаған кезде, ол сізде кішкене либидо, желание, мүшенің жаңағы кішкене әлсіреуіне алып келуі мүмкін. Бірақ одан қорықпау керекпіз. Көп жігіттер 30-ға келген кезде содан сынып қалып жатыр да. Менің мүшем әлсіреп қалды, менің желанием төмендеп қалды, қыздарға вообще қарауды қойдық, ойлауды да қойдық дейді. Әрине, ол кезде қазір енді біз не істеу керекпіз? Үйлену керекпіз, тұрақты қатынасқа түсіп бастау керекпіз. Сол кезде организм түсінеді, все, бұл тұрақты қатынасқа түсіп бастады, жұмыс істеп, значит, ағзаны уже жұмыс істетіп бастау керек деген сияқты. Сол кезде ағза уже ары қарай жұмыс істеп кетеді. Сол үшін ерте үйленуге тырысу керек, тұрақты жыныс қатынасқа түсуге тырысу керек. Егер біз 70, 80, 90 жасқа дейін жыныс қатынасқа түсуді армандасақ, немесе соны ойлайтын болсақ, сол жасқа дейін қатынасқа түсем деп, мұнда ерте жастан бастап қатынасқа түсіп бастау керек. Мысалға, сіз қазір спортпен айналысып бастасаңыз, яғни сізге жүгіру керек болса, сіз любой уақытта жүгіріп кете бересіз. Турникке тартылып жүрсіз, күнде тренировка жасайсыз, турникке тартылып жүрсіз. Қазір барасыз, любой время турникке тартылып кете бересіз. Сол сияқты бұл жерде де жыныстық қатынас та сондай. Егер сіз тұрақты жыныстық қатынасқа түспей қалған болсаңыз, ағза оны кішкене обратный процесс кетеді ағзада. Ұзақ уақыт, мен бір күн, екі күнді айтып жатқан жоқпын, ұзақ уақыт, мысалға 35, 40, 45 жасында үйленіп жатқан жігіттерде әлбетте мүшенің тұруы тұрақты жыныс қатынасқа түсіп жатқан жігіттеріне қарағанда әлсіздеу болады. Бірақ оны восстанавливать етсе болады.
психологический біз сынып қалмау керекпіз. Бізде көп жігіттер психологический сынып, оның үстіне еще психологический эректильді дисфункция қосып келіп жатыр да. Оны емдеу уже өте қиын. Местно, жергілікті қараймыз, тексереміз, вроде бы бәрі жақсы, бірақ еще психологически да оны емдеу керек болады. Видео ұнаса лайк басып кетіңіздер. Төмендегі колокольчикті басып тіркеліп алыңыздар. Үйленбей жүрген таныстарыңызға, достарыңызға жіберіңіздер. Комментарийда келесі жолы қандай видео тыңдағыларыңыз келеді, соны жазып кетіңіздер. Келесі жолы сол видеоларды айтуға тырысатын боламыз.